Қайырлы күн достар, сіздермен бірге слушаш. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын, оның үстіне ингредиенттері де өте қарапайым алмалы бәліштің рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді және комментарий мен лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарды көлемімен бірге описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен қантымыз бен жұмыртқамызды соғып, қантымыз ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне сары майымызды құйып, тағы да барлығын жақсы біркелкі массаға келтіріп араластырып аламыз. Сұйық массаның үстіне ұнымызды бөліктерге бөліп қосып отырамыз. Осылай ситадан өткізіп қосқан жақсы болады ұнды. Тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз қоюланғанша осылай венчикпен араластырамыз. Кейін қамырымыз сәл қоюланғаннан кейін қолмен қамырды илейміз. Қамырыңыз қатты болып кетпесін, әйтпесе пирог піскен кезде қамыр қатты болып кетеді. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Дайын болған қамырымызды осылай салафанға салып, морозильникке 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша алмамызды турап аламыз. Осылай жұп-жұқа етіп турап алу керек. Кейін формамызға сары майды жағып, дайындап аламыз. Менің формам 24 сантиметрлік. Формаға қамырымызды салып, осылай жайып аламыз. Қамырды пісіретін формаға келтіреміз. Осылай қолмен жайып аламыз, немесе илеп алуымызға да болады. Жан-жақтарын көтеріп, бортик жасаймыз. Қалың жерлерін қолмен жақсылап келтіріп аласыздар, жұқалатып. Осылай дайын болған қамырымыздың үстіне алмаларды қойып шығамыз. Турап дайындап алған алмаларымыз біткенше осылай барлығын бірінің үстіне бірін қойып, жақсылап қойып шығамыз. Қалауынша үстіне қант ұнтағын себуіңізге болады, немесе корица салуыңызға болады. Бірақ бұл міндетті емес. Пирогымызды 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бәлішіміз осындай әдемі болып шығады. Үстіне әдемдеп қант ұнтағын себуге болады, немесе корица себуіңізге болады, өз қалауыңыз бойынша. Осындай өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Кескенде де көрдіңіз бе қандай әдемі болып шығатынын. Дәмі де өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Достарыңызға да жіберіп қойыңыз.